Баршаңызға сәлем. Бүгінгі дайындаған ашық сабағым 5-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша уақыт алға жетелейді тақырыбындағы ашық сабақтың бір бөлімін көрсеткім келіп отыр. Бұл бізде амандасу тренингі, одан кейін топқа бөлінеді. Яғни осы жердегі қанат сөздерді табу арқылы саяхатшылар, демалушылар, кітапқұмарлар және шығармашылар тобы болып бөлінеді. Бұл жерде алдыңғы біліммен байланыстырылып, жаңа тақырыпты ашу мақсатында квиз тапсырмалар берілген. Квиз тапсырмасын орындау арқылы шыққан сурет бойынша жаңа тақырыпты болжайды. Бұл жерде уақыт алға жетелейді, берілген мақсаттары осындай. Бұл бағалау картасы, бұл жерде бейнеролик болады. Бұл бейнеролик бойынша миға шабуыл сұрақтары және топтық тапсырма, автор орындығы, сергіту сәті, туынды сөздер бойынша тілдік бағдарға байланысты осындай ереже салынды. Одан кейін жұптық жұмыс, үйге тапсырма және бұл бізде кері байланыс. Егер жұмыс ұнаса, жұмысты сатып алуға болады және өзіңіздің мақсатыңызға сай өзгерістер енгізуге болады. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз.